Бүгінгі ұйымдастырып жатқан шараларымыз қазіргі заманауи жағдайға байланысты. Одан кейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің Ерлан Заманбекұлының тапсырмасымен, одан кейін біздің қала әкімі Ерлан Қуанышұлының Шымкент қаласы қайырымды қала акциясының арнасында біз осы жаңа жыл мейрамын осы балалар үйінде қамқорлыққа алғанбыз. 1,5 жылдай болды. Осы жерде осы балалармен бірге қуанышымызды бөлісуге келіп отырмыз бүгін. Жаңа жылдық көңіл-күйім әрине өте керемет. Себебі бүгінгі күнде бізге Шымкент қаласының полиция департаменті әрине жиналып, бізге жаңа жылдық көңіл-күй сыйлап, осындай тамаша мерекені ұйымдастыруда. Біз осы мерекеде өзіміздің өнерімізді паш етіп, әрине қонақтармен бірге мерекемізді жақсы өткізудеміз.